Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Банофи пай тортының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышты салып араластырамыз. Сосын ұнымызды електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізу қажет. Міне достар, ұнымыздың барлығын електен өткізіп алдық. Енді қатты мұздатылған сары майымызды алып, ұнға аунатып отырып, біз үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізген сары майымыздың барлығын ұнмен жақсылап араластырып, крошки жасап аламыз. Міне достар, қамырымыз дайын. Енді қамырдың барлығын бір-біріне жақсылап қатты етіп біріктіреміз. Осылай жақсылап біріктіре берсеңіздер, міндетті түрде қамыр шығады. Ал енді қамырымызды екіге бөліп формаға жайғастырамыз. Формамызға жайғастырған қамырымызды шанышқымен және стақанның көмегімен тегістеп әдемілеп аламыз. Сосын қамырымызды қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне достар, біздің тестамыз дайын болып пісті. Енді оның үстіне біз сгущенканы немесе вареный сгущенканы құйсаңыздар болады. Мен үйде не бар, сгущенка бар, соны қостым. Сосын үстіне грек жаңғағын қостым. Грек жаңғағы міндетті емес, мен өзімнің қалауым бойынша. Енді үстіне мен алманы қостым. Сіздер бананды, әртүрлі жемістерді де қоссаңыздар болады. Ал міне достар, енді кремімізді дайындаймыз. Кремді мен сливкиден жасайтын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қаймақты кремді жасасаңыздар да жақсы келеді. Егер де сливкиден жасасаңыздар, 34-35% сливки болу қажет. Кремімізді жақсылап араластырып, миксермен кішкене ғана қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын қосып, тағы да араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді ол кремімізді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Ал енді кремді біздің тортымыздың үстіне вопи пайдың креміне жағатындай етіп қойып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Енді үстіне какао ұнтағын сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен әсемдік үшін бетіне какао ұнтағын септім.
Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет достар. Менің арнама тіркеліп пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.